Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Арнама тіркелмеген болсаңыз, ең алдымен тіркеле кетіңіз. Бүгін біз SPF кремдерді дұрыс пайдалану жолдарын айтатын боламыз. Күннен қорғайтын құралдарды қолданасыз. Сонда да ультра күлгін сәуленің зиянды әсерін сезіп жүрсіз бе? Немесе теріңіз күйіп, дақ түсіп, қартайып бара ма? Ендеше SPF құралды қолдану барысындағы әрекеттеріңізді дұрыстап бақылап көріңіз. Мүмкін бір жерден қателік жіберіп жатқан боларсыз. Бірінші қателік: SPF құралды дұрыс таңдамау. Күннен қорғайтын құралды таңдау барысында өз теріңіздің фототипін ескеру маңызды. Түрлі фототипке сәйкес келетін құралдардың қорғаныс деңгейі түрліше болады. Мысалы, қара торлар үшін SPF 6 немесе 10 базалық төменгі қорғанысты пайдаланады. Ал бидай өңділері үшін орташа деңгей SPF 15 немесе 25 аралығында болу қажет. Ал жоғарғы деңгей өте жоғары қорғаныс деңгейі үшін аққұба немесе сары реңділері үшін SPF 30 немесе 50 немесе 50+ SPF кремдерін пайдаланылады. Екінші қателік: құрамындағы химиялық қоспалар. SPF құрал таңдағанда құрамына да мән беріңіз. Егер онда химиялық қоспалар басым болса, пайдасынан зияны көп деген сөз. Айталық, оксибензон гормоналдық өзгеріске ұшыратса, ретинил, пальмитат немесе А дәрумені теріге зақым келтіреді. SPF құрал құрамында аталғандардан басқа да аллергендер болуы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше химиялық емес, физикалық күннен қорғайтын сүзгіге ие түрін таңдаған абзал. Олардың құрамындағы белсенді заттар негізінен мырыш және титан диоксиді болып келеді. Үшінші қателік: алдын ала жақпау. Кез келген жақпамайдың теріге сіңуі үшін уақыт керек. Күннен қорғайтын кремнің де теріге терең сіңіп, өз қызметіне кірісуі үшін кемінде 10-15 минут қажет. Сондықтан дәл сыртқа шығардың алдында немесе жағажайға барған соң жағуда кезекті қателік болып келеді. Кремді жаққан соң жарты сағаттай күн көзіне шықпай күткен дұрыс. Төртінші қателік: дененің барлық бөлігін қорғамау. SPF құралды дененің ашық бөліктеріне ғана жағып қоюы жеткіліксіз. Жаздық жұқа киімдердің де күннің зиянды сәулелерін өткізеді. Сондықтан бет пен мойын, білекке ғана емес, бүкіл денеге жаққан артықтық етпейді. Әсіресе күн астында ұзақ уақыт жүретін болсаңыз. Сондай-ақ күннен қорғайтын крем жағу кезінде құлақ, көз айналасы, желке, табан секілді бөліктерді де елеусіз қалдырмаңыз. Бесінші қателік: шаш пен бас терісін ескермеу. Шаш пен бас терісі де қорғауыңызға мұқтаж болып келеді. Себебі күн сәулесін бірінші болып қабылдайтын солар болып келеді. Алайда күннен қорғануда оларды естен шығарып жатамыз. Зиянды сәуледен қорғау үшін шашыңызға да қорғаныш қасиеті бар құралдар қолданып, бас киім киіп жүрген жөн болып келеді. Алтыншы қателік: кез келген күннен қорғайтын құралдарды молынан жағу қажет. Сондықтан оны үнемдеуге тырыспаңыз. Жетінші қателік: жаңартып жақпау. Кез келген күннен қорғайтын крем жаңартуды қажет етеді. Әсіресе суға түсіп шыққан соң құрғақ теріге қарағанда ылғал тері жылдам күйетінін есте сақтаған жөн. Күннен қорғайтын құралдың қаптамасында суға төзімді екені жазылса да,
судан шыққан соң қайтадан жағып алыңыз. Ал шомылған жағдайда әр 2 немесе 3 сағат сайын жаңартып жағып тұрыңыз. 8-ші қателік. Күннен қорғайтын құралды ғимаратта қолданбау. Күн сәулесі шыныдан өтпейді деу қате. Көлікте немесе жұмыста терезенің жанында отырсаңыз, теріңіз қорғанысты қажет етеді. Сондықтан жаз мезгілінде күннен қорғайтын құралдарды күнделікті жағып шыққан жөн. 9-ші қателік. Бұлтты күн немесе көлеңкеде сақтанбау. Аспан бұлтты, күн көзі көрінбейді деп қорғаныш кремді жақпай қоюға тағы болмайды. Бұлт сіздің теріңіздің ультракүлгін сәуледен қорғай алмайды. Сондай-ақ бастырма, шатыр асты не тал түбі болсын, қандай көлеңкеде отырсаңыз да, бұл күннің зиянды сәулелері теріге зақым келтіре алмайды деген сөз емес. 10-ші қателік. SPF құралды дұрыс сақтамау. Сіздің күннен қорғайтын креміңіз көбіне қайда тұрады? Қол сөмкеге салып, үнемі өзіңізбен алып жүрсеңіз жақсы. SPF құралын автокөлік қобдишасында сақтайтындар да бар. Күн ысыған кезде ондағы ауа температурасы 40 немесе 50 градусқа дейін жетеді. Осындай ыстық жерде қалып қойған крем жарамсыз болып қалады. Негізгі қызметін дұрыс атқарсын десеңіз, құрғақ, тікелей күн сәулесі түспейтін, ыстық емес жерде сақтаған абзал. Кез келген күннен қорғайтын крем, әсіресе суға түскен соң жаңартуды қажет етеді. Сондықтан судан шыққан соң кез келген кремді қайтадан жағыңыз. SPF құралын дұрыс таңдамау күннің зиянды сәулесі терінің тез қартаюына себепші болады. Сондықтан кез келген SPF сүзгісі бар құралдар сәуледен қорғауға негізделіп жасалады. Шындығында ешбір құрал теріні зиянды сәуледен 100% қорғамайды. Теріңіздің түсі ашық болған сайын SPF деңгейі де жоғары болуы тиіс. Спрейді сыламау. Күннен қорғайтын құралдардың спрей түрінде сатылатын түрлері де бар. Оны теріге бойлату жеңілдірек. Себебі оны теріге тек шаша саласыз. Сондай спрейлерді теріге шашқан соң сыламау қажет. Сондықтан оны да крем секілді теріге шашқан соң тегіс етіп жағып шығу қажет. Дерматологтар маусымға қарамастан, әсіресе терісі пигментация бейім адамдар үшін күннен қорғайтын кремді қолдануға кеңес береді. Терезенің сыртында күн сәулесі түспеген сұр түсті болса да, сәулелер әлі де бұлт қабатына еніп кетеді. Телефоныңыздағы негізгі ауа райы қолданбасы түсінікті етуге көмектеседі. Олардың барлығында дерлік ультракүлгін индексі бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, егер ультракүлгін индексі 2-ден аз болса, күн сәулесінен қорғану қажет емес. 0,1 және 2 ультракүлгін индекс бар тоналды креммен немесе SPF бар ылғалдандырғыш жеңе аласыз. Бірақ егер индекс 3-тен көп болса, тартынбаңыз және толыққанды күн қорғанысын қолданыңыз. Егер сіз қыста қышқыл өнімдерді белсенді қолдансаңыз, онда сізге күнделікті SPF қорғанысы қажет болады. Сондай-ақ, суға түскенде крем сумен шайып кетпей ме деген сұраққа жауап беретін боламыз. Егер физикалық крем болса, міндетті түрде кетіп қалады. Сондықтан суға төзімді немесе water resistant белгісі бар кремдер таңдаңыз. Кремнің қорғау әсері бірнеше сағатқа ғана арналған. Кремді суға түссеңіз де, түспесеңіз де бірнеше сағат сайын жаңартып тұрыңыз. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Менің арнама тіркеле кетіңіз. Қош сау болыңыздар. Рахмет.